Үйшік ертегісі. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оның қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықырлауық тышқанмын, ал сен кімсің?" "Мен бақылдауық бақамын." "Кел, бірге тұрайық." "Бақ, деп бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ытқып қоян жетеді. "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды қоян. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Кел, бірге тұрайық." Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады. "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің?" "Мен қу түлкімін." "Кел, бірге тұрайық." Үйшіктен түлкіге де орын табылды. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Ал сен кімсің?" "Мен сұрғасқырмын." "Кел, бірге тұрайық." Қасқыр да үйшікке кіреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшікті көреді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен: "Сәп-секімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Мен қасқырмын." "Ал сен кімсің?" "Мен қорбаңбай аюмын." "Кел, бірге тұрайық." Аю ары-бері тырбаңдап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның бас енгенімен денесі сыймайды. Амал таусылған аю: "Ендеше мен үйшіктің шатырына тұрайын." "Жоқ, сен дәусің, үйшікті қиратасың ғой." Сол-ақ екен, үйшік сықырлап, шашылып қалады. Барлығы аман қалады. Бірақ олар аюға ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кіріседі. Осылайша достар өздеріне әп-әдемі, жап-жаңа үйшік соғып алады. Каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпа балақай.